Желіде осындай видео тараған екен. Марк Цукерберг сен адамсың, мен де адам болдым дейді. Адам болдым деген сөз ойландырады. Сосын ыңғайсызданып қалады. Мен қазірде адаммын деп айтады. Білмесеңіздер, Марк Цукерберг Фейсбуктың негізін салған адам. Бір интервьюда оған толстовкасын сыртқы киімін шеш дегенде, ол шешпеймін деп ыңғайсызданады. Содан кейін шешіп көрсеткен кезде онда белгілерді көрсеңіз болады. Бірақ бұл белгі не? Иллюминат, массон тақырыбына тоқталайық. Қазір өмірде шын мәнде не болып жатырғанына көзіңіз жетеді. Ақшаны қарайтын болсаңыз, $1 купюрада осының белгісі бар. Бұл не? Иллюминат деп интернетке жазып көретін болсаңыздар, керісінше бағытта мен жазғаным, сонда сіздерде мұндай бір сайт шығады. Ал бұл ақш-тың ұлттық қауіпсіздік агенттігі екен. Домен ештеңе сәйкес келмейді. Джим Керри осындай үшбұрышты белгіні көрсетті. Бағанаға белгіні ұқсай ма, көрдіңіз бе? Бұл бандама деп таңғалып сұраған кезде, сен білесің барлығын өтірік жасап жатырсың дейді. Содан кейін бір қызығы сол белгіні көрсетіп, адамдарға шындықты айтқым келеді дейді. Яғни адамдардың көзін ашатын уақыт келді деген. Кейін оған телефон хабарласады. Слушай, я сейчас пытаюсь людям глаза открыть. Және әрі қарай сөздеріне әзіл қосып жібереді. Әрі қарай жалғастырайық. Бір әйел адамға жын кіріп кетеді. Сосын олмен сөйлеседі. Кейбір видеода көргенім мен жын емеспін, шайтан деп айтқан болатын. Және өзі жер бетінде олармен байланыс жасайтын адамдар бар екені туралы айтады. What slaves? Ал енді Jay-Z дейтін осы сондай белгіні көрсетіп жатырғанын байқасаңыз болады. Бұл өлең индустриясымен байланысты. Бағанағы жын шайтан не туралы айтады. Яғни осы музыкамен байланысты екенін көрсеңіз болады. Шайтандар әншілермен байланысып музыка арқылы сендерді алдап жатыр дейді. Мынау мысалы өлеңдер сатанизм ритуалымен байланысты, ұқсас. Шошып кетпеңіз. Бағана дауысты естіген шығарсыз, шайтан деген. Енді сондай дауыс қайда шығатынын қараңыз. Сіздерді ойландырмай ма? Мына әйел адам мысалы мені қайталаңдар дейді. Адамдар оны қайталайды. Ал оның сөзінде маған бәрібір тозаққа түссем де дейді. Басқа да әншілер музыка индустриясы жын шайтанмен байланысты екенін айтқан. Я бывал там, на самом верху, где демонически молятся над музыкальными альбомами, над музыкой демонически. А потом эта музыка распространяется по миру, крутится на радиостанциях, выходит на публику. И когда ты видишь это и знаешь это пугает. Что ты имеешь в виду? Шейн молился демонам? Ритуалы, церемонии, чтобы дать свет дьяволу, сатане. Музыкальная индустрия, она сатанинская. Если вы посмотрите на сегодняшнюю музыку, на всех ваших Сэмов Смитов, Доджи Кэтс, Бейонсе, они пропитаны демонизмом. Это просто невероятно. И это прямо перед нами. Мы говорим об этом, ой, ну это просто музыка. Но на самом деле это не так. Она абсолютно захватила мир, захватила наших детей, захватила все, что приближается. Времена мирового кризиса. You know what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. You know, I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And on this earth, and then in a world we can't see.